Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі ерекше керемет болып шығатын мохитоның екі түрлі әдісін көрсететін боламын. Бірінші көрсетілетін лимонадқа бізге лимон, лайм, жалбыз, спрайт және сироп қажет. Мен құлпынайлы сироппен жасап көрсететін боламын. Алдын ала барлығын жуып алдым. Таза ыдысымызға жалбызымыздың 10-15 шақты жапырағын үзіп саламыз. Одан кейін лаймды жартысын кесіп, турап саламыз. Содан соң лимонның 3-4 тілімін саламыз. Енді сиропымызды құямыз. Сиропты дәміне қарай өз қалауларыңыз бойынша құя берсеңіздер болады. Енді спрайтымызды ыдысымызға құямыз. Және де 1 стакандай құйып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын қалған спрайтымызды салқын күйінше құйып, үстіне мұз салып, іше берсеңіздер болады. Мұз салу маңызды емес, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Дәл осы мохитоны сіздер де үйлеріңізде жасай аласыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі лимонадымызды кәдімгі қарапайым салқын минералды сумен жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге блендер қажет болады. 2 тал жалбыздың жапырақтарын үзіп саламыз. Және де 2-3 ас қасық қантымызды саламыз. Содан соң жарты лимон мен лаймды сырттарын ашып, оны да блендердің ішіне саламыз. Содан соң блендерге 1 стакандай минералды суымызды құйып, жақсылап езіп аламыз. Енді осы езілген сиропымызды графинге сүзгіден өткізіп құямыз. Одан соң ыдысымызға 1 тал жалбызымызды және 3-4 тілім лимон және лаймнан кесіп саламыз. Сосын барып минералды суымыздан 1 стакандай құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Егерде қант аздау болса, тағы да салып жіберсеңіздер болады осы кезде. Одан соң қалған барлық минералды суымызды құямыз. Бұл жерде сіздерде мятаның сиропы болса, оны қолдансаңыздар болады. Егер сироп болмаған жағдайда, дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Дәл осы лимонадтардың дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық күнде шөліңізді басып, көңіл күйіңізді көтеретін сусын болып табылады. Сіздерге 100% ұнайды деп сенемін. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.